Мен Ыбырай Нұргүл Жаңабайқызы. 1980 жылы мамыр айының 30 күні Ордабасы ауданы Көкарал ауылында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ, білімім жоғары. Бітірген оқу орным Қазақ қыздар мемлекеттік институтында. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын аяқтадым. Қазіргі таңда Исмайлов атындағы 45-ші жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қосымша білім беру педагогі қызметін атқарып келемін. Санатым педагог-модератор. 2021 жылы тамыз айының 6 жұлдызында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту курсын өрлеу біліктілік орталығында аяқтадым. Педагогикалық өтілім 20 жыл, сынып жетекшілік өтілім 2 жыл. Қосымша білім беру педагог жұмысымның мақсаты оқушылардың сыныптан тыс уақытта шығармашылық ізденістерін, өзіндік қабілеттерін баулып және қоғамдық қарым-қатынасын қалыптастырып, өзіндік талдау, жинақтау, жұмыста шапшаңдық таныту, өз ойын көркем әдеби тілмен өрнектей білуге машықтандыру. Педагогикалық ұстанымым қосымша білім беру саласында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, тұлғалық қалыптасуына ықпал ету. Кәсіби дағдылар, ғылыми жобамен айналысу, оқушылармен жеке топтық жұмыс, мәдени көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру. Жеке қасиеттерім: ізденімпаздық, шығармашылық ойлау, жауапкершілік, ұйымдастырушылық қабілет.